Армысың Қазақтаймыздың құрметті көрермені. Бүгін 10 сәуір Жетісу облысының мамандандырылған сотында марқұм Шерзат Болаттың өліміне қатысты сот отырысы басталды. Шерзат Болаттың қайтыс болуына байланысты, қаза болуына байланысты сот процесі жоғарғы соттың YouTube арнасында тікелей эфирде көрсетілуде. Осыған орай қатысушылар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері келесі мәселелерге назар аударуы тиіс. Бүгін сот отырысы ашық сот отырысында өткізіледі. Бірақ құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осы сот залында отырған барлық тұлғаларды түсірулеріңізге болады. Тек қана түсіруге сотталушыларды түсіруге тыйым салынады. Құрметті мемлекеттік айыптаушылар, айыптау актісін жариялауды сұраймын. Құрметті сот, құрметті іске қатысушылар, бүгін ашық сот отырысында сотталушылар Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы, Сакиев Равиль Магомедович, Белгожаев Шыңғыс Айдосұлы, Аскентай Дархан Байырханұлы, Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы, Ильясов Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлы және Ысқақ Думан Қайдарұлына қатысты қылмыстық іс қаралуда. Алдын ала тергеу барысында келесі мән-жайлар анықталып, сотталушылар келесі көрсетілген мән-жайларға байланысты қылмыс жасаған. Атап айтқанда, 3 қазан 2024 жылы түнгі 23 сағат 22 минут шамасында Аскентай аса күйде бола тұра Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы Менделеев көшесі номер 13 мекен-жайы бойынша орналасқан тамажай дүкеніне кіріп, сол дүкеннен 3 бутылка кружка свежего сырасын және 4 дана темекі алып, өзінің танысы кәмелетке толмаған Аскербекке WhatsApp мессенджері арқылы төлем ақы жасау үшін хабарласып, дүкен сөресінде жазылып тұрған Кадирова абонент нөміріне тіркелген Каспий есепшотына 1 мың теңге аударым жасауды өтінген. Ал Аскербек өз кезегінде Аскертай берген нөмірге өзінің апасы Қалтаеваның атына тіркелген Каспий есепшотына 1 мың теңге аударым жасап, электронды чекті Аскентайдың WhatsApp мессенджеріне жіберген. Содан кейін Аскентай сатушы Нұрымовқа 1 мың теңге аударым жасалғанын растайтын электронды чекті өзінің Samsung маркалы ұялы телефон арқылы көрсетіп, сонымен қоса қолма-қол 1 мың теңге берген. Өз кезегінде Нұрымов 1 мың теңгеден Аскентайға 530 теңге қалдық ақшасын қайтарып бергеннен кейін Аскентай дүкеннен шығып кеткен. Арада уақыт өте, яғни 23 сағат 33 минутта тамажай дүкенінде Нұрымовтың баласы кәмелетке толмаған Болат Шерзат кіріп, дүкен ішінде өзінің ұялы телефонын қуаттағышқа қойып, телефон қарап отырған. Ары қарай 23 сағат 47 минутта Аскентай тамажай дүкеніне қайта кіріп, Нұрымовқа өзінің Samsung маркалы ұялы телефонын қуаттағышқа қоюды өтініп, оны оған берген. Нұрымов ұялы телефонды кассада орналасқан қуаттағыш көзіне қосқаннан кейін Аскентай сыртқа шығып, дүкен алдында тұрған. Осы жағдайдың барлығын кәмелетке толмаған Болат дүкен ішінде бола тұрған байқап отырып, көп ұзамай дүкен ішінде сыртқа шығып, сыртта тұрған Аскентайдың іс-әрекетін бақылай бастаған. Осы сәтте Аскентай дүкенге қайта кіріп, қуаттағышқа тұрған жоғарыда көрсетілген ұялы телефонды алып, қайта сыртқа шығып, дүкен алдында сырасын ішуді жалғастырған. Осы уақытта, яғни 23 сағат 52 минутта кәмелетке толмаған Болат өзінің әкесі Нұрымовқа қатысты Аскентай балағат сөздер айтты деген болмашы себептен пайдаланып, дүкен алдында тұрған Аскентайдың оң жақ көзі тұсынан 2 рет жұдырықпен соққы жасаған. Бұл мән-жайды дүкен ішінен бақылап тұрған Нұрымов бірден сыртқа шығып, өзінің баласы кәмелетке толмаған Болатқа ескерту жасап, дүкеннен су алып, Аскентайдың жарақаттан аққан жуға көмектесіп, баласының әрекеттері үшін Аскентайдың кешірім сұрап, денсаулығына келген зақымды өтеп беретінін айтып жеткізген. Алайда Аскентай Нұрымовпен келтірген кешірімге құлақ аспай, орын алған жағдайды егжей-тегжей шешу үшін тамажай дүкенінің алдында өзінің танысы Тоқтаубаев Нұрболды ұялы телефон арқылы хабарласып шақырған. Сол уақытта Талғар қаласында орналасқан Эйфория кафесінде таныстарымен бірге демалып жүрген Тоқтаубаев өзінің танысы Ысқақты алып,
соның басқаруындағы Volkswagen Golf маркалы автокөлікпен түнгі 00:06 минут шамасында Қамажай дүкенінің алдына келіп, Аскентайдан орын алған жағдайдың мән-жайы туралы сұрастырған. Өз кезегінде Нұрымов Аскентай дүкенінде адамдар шақырып жатқанын көріп, орын алған жағдайды шиеленістірмей шешу көмектеседі деген оймен өзінің туған інісі Гайпаевты ұялы телефон арқылы дүкенге тез арада келуін сұраған. Гайпаев болса, ағасы Нұрымовтың өтініші бойынша өз басқаруындағы Равон Nexia маркалы автокөлікпен дүкенге жалғыз өзі келген. Ары қарай Қамажай дүкенінің алдында тұрған Тоқтабаев пен Аскентай сол уақытта келген Гайпаевқа өздерінің наразылықтарын айта бастаған. Ал Гайпаев болса, өзінің інісі Болаттың кәмелетке толмаған 16 жаста екенін, балықпен көп нәрсені түсінбей Аскентайды ұрып жібергенін, оның әрекеттері үшін өзі кешірім сұрап, Тоқтабаев пен Аскентайды жанжал шығармай шешуге шақырған. Сонымен қоса, мән-жайды толық білмей, Аскентайдың өзін кінәлап, жасаған саудасы үшін 1,5 теңге төлемей кеткенін айтқан. Өз кезегінде Тоқтабаев Аскентайдың кінәсін түсініп, дүкен алдына Ысқақтың басқаруындағы жоғарыда көрсетілген автокөлікпен Аскентаймен бірге кетіп қалған. Сол автокөлікпен жолда келе жатып, Аскентай Каспий арқылы Калтаева С есеп шотына 1,000 теңге төлем жасалғанын айтып, жоғарыда көрсетілген электронды чекті Тоқтабаевқа көрсеткен. Сол уақытта Тоқтабаев Аскентай жасаған саудасын толық өтегеніне көз жетіп, өздерінің басымдылығын көрсету үшін сол ақшаны төлеп қойғандарын алға тартып, сатушы Нұрымов пен оның бауыры Гайпаев кешірім сұрап, жағдайды жанжалсыз шешуге шақырғаны қарамастан, болмашы себепті теріс мақсатта пайдалана отырып, бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті, қоғамдық құрметтеу мен анық көрнекті азаматтарға күш қолдану мен барынша арзықсыздықпен ерекше ниетті әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштастырып, аса қатыгез бен бұзу мақсатында өздерінің әрекеттері заң қайшы екенін түсініп, Қамажай дүкеніне алдына қайта келген. Ары қарай Тоқтабаев дүкенге кіріп, сатушы Нұрымовтан соңғы төлемдерді көрсетуде талап еткен. Ал Нұрымов анасы Кадированың атына тіркелген Каспий есеп шотына соңғы төлемдерді көрсетіп, тек Светлана атты есеп шотын 1,000 теңге түскені туралы айтқан. Сол жерде Тоқтабаев өзінің Каспий есеп шоттан дос Аскентайдың төлемі кетті деп есептеген ақшасын, яғни 1,5 теңгені аталған, яғни Кадированың есеп шотынан Нұрымовтың көзінше қосымша аударған. Осы уақытта Нұрымов дүкеннің алдында тұрған Аскентайдың әрекеттеріне ашуланып, яғни кешірім тұрса да жанжал шығарғысы келіп басқа адамдарды шақырып жатқанын көріп, оған деген жеке бас арыздық пайда болып, сол үшін дүкен кассасында тұрған асханалық пышақты алып, сыртқа шығып, Аскентайға қарай қалған. Алайда кәмелетке толмаған Болат әкесі Нұрымовтың алдынан шығып, оны ажыратып ұстап алып, оны сабырға келтіріп, дүкенге қайта кіргізіп жіберген. Осы уақытта Тоқтабаев Нұрбол, өзінің бауыры Тоқтабаев Азамат және таныстары Шынасылов, Абзал, Сакиев, Равиль, Ильясов, Нұрқияс және Белгожаев Шығыс Талғар қаласында орналасқан эйфория кафесінде отырғанын біліп, қоғамдық орында төбес орын алатын алдына біле тұра және солдарды қалап, Белгожаевтың ұялы телефонына қоңырау шалып, оларға Қамажай дүкенінің алдынан Аскентайды жас бауыр жібергенін, сол баланың әкесі пышақпен тоқталып жүргенін айтып, аталған дүкенге келулерін сұраған. Өз кезегінде Белгожаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев және Тоқтабаев Азамат алдала сөз байласып, адамдар тобын құрып, өздеріне еш қатысы жоқ болмашы себепті басшылық алып, алкогольдік ішімдік ішкен мас күйде бола тұра, бұзақылық жасау ниеттерімен өздерімен бірге алдын ала пышақтарды дайындап алып, осы әрекеттерді заңға қайшы болатынын түсініп және солардың болуын қалап, бұзақылық жасау ниеттерімен Қамажай дүкеніне бет алған. Атап айтқанда, Белгожаевтың басқаруындағы Mercedes-Benz маркалы автокөлікпен Тоқтабаев, Ильясов, Сакиев және онымен бірге сол күні жүрген қыздар Нұрбекова мен Жақсыгелдин Қамажай дүкеніне қарай шыққан. Ал Шынасыл эйфория кафесінің алдында тұрған танысы Ашылбаевтың басқаруындағы ЗАЗ Шанс маркалы автокөлікпен оларды артынан жүріп отырған. Жоғарыда көрсетілген тұлғалар Қамажай дүкенінің алдында келмей тұрып, сол уақытта кәмелетке толмаған Болат өзінің достары Сейсенбайды және кәмелетке толмағандар
Майтұрсынов және Махмет Алдиярды қолдау білдіру үшін Қамажай дүкеніне шақырған. Болаттың шақыруы бойынша олар түнгі 00:34 жалдамалы автокөлікпен Қамажай дүкенінің алдына келген. Осылайша Қамажай дүкенінің алдынан Полат жақтан келген жоғарыда атап өткен адамдар бір топ болып тұрған. Сол арада Қамажай дүкеніне сыра сатып алу ойларымен Қалиахмет, Абдылқадыр және Мұрат үшеуі соғын басқаруындағы Hyundai Elantra маркалы автокөлікпен келіп тоқтаған. Осы үшеуі автокөліктен түсіп, дүкен алдында топ болып тұрған адамдармен амандасып, дүкен ішіне кіріп кеткен. Осы соңғы үш жігіттен кейін шамамен 2 минуттан соң, яғни 00:38 Қамажай дүкенінің алдында жоғарыда көрсетілген Mercedes-Benz маркалы автокөлікпен Бекбожаев, Тоқтабаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев және екі қыз балалар Жақсыбенді мен Нұрбекова келген. Ал олардың артынша жоғарыда көрсетілген Зашанс маркалы автокөлікпен Шынасыл келген. Оны жеткізіп тастаған автокөлік жүргізуші Ашырбаев астындағы бірге жүрген досы Көкбекұлымен болған жерден кетіп қалған. Осы жоғарыда көрсетілген тұлғалар келген уақытта дүкен алдында Полат, оның ағасы Гайтбаев пен достары Сейсенбай, Махмет Алдияр мен Махмет Ахмет және Майтұрсынов тұрған. Екінші жақтан Тоқтабаев, Нұрбол, Аскентай және Ысқақ тұрған. Дүкен ішінде Қалиахмет, Абдылқадыр және Мұратов үшеуі болған. Ал Нұрмов болса дүкенге кіріп шығып жүрген. Ары қарай алдыңа сөз байласқан Аскентай, Тоқтабаев, Азамат, Тоқтабаев, Нұрбол, Бекбожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл адамдар тобы болып жиналып сол жерден кездестірген өзара таныстары Қалиахметті адамдар тобына қосып, өздерінің басымдығын көрсету үшін бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметпен анық көрінетін азаматтарға күш қолданумен, сондай барынша арсыздық пен екшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу мақсаттарымен қоғамдық орында, яғни көпшілік жүретін Талғар қаласы Менделеев және Шота Руставели көшелерінің қиылысында орналасқан Қамажай дүкенінің алдына бола тұра, өздерінің заңға қайшы әрекеттерімен қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, сонымен қоса сол маңайда орналасқан тұрғын үйлерде тұратын адамдардың тыныштығын бұзатынын біле тұра, дүкенге келуші басқа адамдардың жүргеніне қарамастан, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып жатқандарын түсініп, солардың болуын қалап, қоғамдық тәртіпке елеулі зиян келтіре отырып, болмашы себепті пайдаланып, пышақтарды қару ретінде қолдану және қолдану қатерін төндіру арқылы дүкеннің алдында тұрған Полатқа, оның әкесі Нұрмовқа, ағасы Гайтбаевқа және досы кәмелетке толмаған Махметке қатысты төбелес бастаған. Атап айтқанда, Шынасыл бірінші болып Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында тұрған кәмелетке толмаған Махмет Ахметтің жақ тұсынан жұдырықпен періп соққы жасаған. Соның салдарынан соңғы аталған дүкеннің қабырғасынан басының артқы бөлігінен ұрып, дене жарақатын алған. Төбелес басталғанын түсінген Сейсенбай, кәмелетке толмағандар Махмет Алдияр және Майтұрсынов үшеуі дене жарақат алған Махмет Ахметті алып, оқиға орнынан Шота Руставели көшесінің солтүстік бағытқа қарай қашып кеткен. Қамажай дүкен ішіне кіріп кеткен Нұрмов дүкен қасында кәмелетке толмаған Махметті ұрған дауысын естіп, өзімен бірге кассадан астан алып пышақты алып, дүкен алдында шыққан. Сол сәтте Қалиахмет пышақпен шыққан Нұрмовты қолына ұстап алған. Ал Бекбожаев Нұрмовтың әрекетін көріп, дүкен есігін аяқпен теуіп, Нұрмовты дүкен ішіне қайта кіргізіп жіберген. Осы уақытта Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышы және Менделеев көшесіне Қамажай дүкенінің арасында өсіп тұрған ағаштың ортасына қолына тегіс және бір қолдан 16 калибрлі қаншылық мылтықты ұстаған тұлға сол жерде тұрып, аталған қаншылық мылтықтың Аскентайдың жақтастары тұрған жерде 2 рет оқ атқан. Аталған оқ дәрінің біреуі Қамажай дүкенінің қарама-қарсы орналасқан Талғар қаласы Менделеев көшесі нөмір 12 үй 12 пәтерінің қылтимасына тиіп, екіншісі дүкеннің оңтүстік шығыс бұрышында орналасқан Мясная лавка ғимаратының батыс қабырғасына төменгі бұрышына тиген. Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде
төбелеске қатысушы Шынасыл дүкеннің сол жақ бұрышында Гайпаевты және кәмелетке толмаған Полатты көріп, соңғы Аскентайға және жарақат келтірген адам ретінде, ал Гайпаевты оның жақтас ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан адамды өлтіру, яғни басқа адамды қарсы қасақана қазаға ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабы қоңыр түсті ат пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыс бойы туындаған. Өз қылмыс бойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 00 сағат 42 минутта Полатты көрген кәмелетке толмағанын біле тұра, соғының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бишимбиеваның әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың көздерінше аса қатыгездікпен, ұзақлық ниетпен өзінің әрекеттеріне қоғам қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, Полат өмірлік маңызды органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған. Салдарынан кәмелетке толмаған Полат өзіне сұғылмалы кесімелі ауыр дене жарақат келтіргенін сезіп, оқиға орнынан Шот Руставели көшесінен солтүстікке қарай қаша бастаған. Бірақ 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап асфальтқа отырып қалған. Осы кезде Шынасыл кәмелетке толмаған Полатқа ауыр дене жарақат келтіргенін түсініп, соның салдарынан соңғы отырып қалғанын көріп, оны алған дене жарақаттардан қаза болған көз жеткен. Ары қарай топтық төбелеске қатысып жүрген Аскентай, Тоқтабаев Нұрбол және Калиахмет оқиға орнында атыс қару қолданылғанын естіп, өздерінің сыбайластары Шынасылдың, Тоқтабаев Азаматтың, Бергожаев Ильясовтың және Сакиевтің пышақпен қаланғанын көріп, яғни оқиға орнында пышақ қолдану арқылы ұзақлық орын алып жатқанын анық көздері жетіп, өздерінің ұзақлық әрекеттерін жалғастырып, жоғарыда көрсетілген сыбайластармен адамдар тобының құрамында ары қарай топтық төбелеске қатысуларын жалғастырған. Атап айтқанда, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Сакиев тергеумен анықталмаған сыраның әйнек бөтелкесін дене жарақат келтіру мақсатта Гайпаевқа қарай лақтырған. Алайда бөтелке соңғыға тимеген. Содан кейін ол жұдырықпен Гайпаевтың жақ тұсына бір мәрте соққы жасаған. Сол уақытта Калиахмет өзінің қимылымен күш қолдану қатерін төндіріп, Гайпаевқа қарай қолмен соққылар жасаған. Алайда оның соққылары соңғыға тимеген. Ал Тоқтабаев Азамат пен Ильясовтың өздерімен алдын ала дайындап алып келген тергеумен анықталмаған ас пышақтарын Гайпаевқа қарсы қару ретінде қолданып, бірнеше рет сермеген. Бірақ соңғыға пышақ тимеген. Тек Тоқтабаев Азаматтың пышағымен сермеген әрекеттері салдарынан Гайпаевтың үстіндегі былғары курткасы зақымдалған. Аталған жерден жоғарыда көрсетілген қатысушылардың біреуі сол уақытта дүкен ішінен шыққан Нұрымовтың бетінен әйнек бөтелкемен ұрған, ал Тоқтабаев Азамат тергеумен анықталған таспен Нұрымовтың желке тұсын соққы келтірген. Сол уақытта кәмелетке толмаған Полаттың әжесі Кадирова Менделеев көшесі мен Шот Руставели көшелері қиылысында Қамажай дүкеніне қарай бара жатқан кезде оның алдынан Шынасыл шығып итеріп артқа құлатқан. Содан кейін Бишимбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полаттың Шот Руставели көшесі бойында асфальтта отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып, Бишимбиеваның екі қолынан білегінен ұстап жібермей қойған. Содан кейін Гайпаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрған атаға маған бірдеңе соғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасына Шот Руставели көшесімен солға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астында пышақпен келтірген сұғылмалы кесімелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдала сөз байласқан адамдар тобы Аскентай, Тоқтабаев Нұрбол, Бергожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл, Шот Руставели көшесінің бойында отырған Гайпаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған. Сол сәтте Бишимбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңғының отырған жерінен құшақтап, топ адамдарының әрекеттерімен қарай бастағанына қарамастан, Бергожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп,
өзімен алдын ала дайындап алып келген жидалмалы бәкі пышағын сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басын бірнеше рет соққылар жасады. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлі ашылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықпен сабымен Полаттың басына бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққы Бейшенбиеваның оң жақ қолына тиген. Онымен шектелмей, Ильяс өзінің әрекеттерімен жалғастыра отырып, аңшылық мылтықты сабымен сол жерде отырған Гайпаевтың басына бірнеше рет соққылар жасаған. Осы уақытта Аскертай, Тоқтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Такиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жатқан Гайпаев, жерде жатқан Гайпаевпен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Сол уақытта Шынасыл бастапқыда ойластырған өзін екі немесе одан да көп адамды өлтіру қылмыс бойы жүзеге асыру мақсатында сол кезде қасында тұрған сыбайласы Сакиевпен адамдар тобын құрып, ұзақлық ниетпен Гайпаев кәмелетке толмаған Полаттың ағасы екенін біле тұра, інісінің Аскертай ұрды деген себепті басшылыққа алып, сол інісінің әрекеттері үшін бірге жауап береді деп пайымдап, Гайпаевқа пышақпен дене жарақаттарын келтіріп, оны қазаға ұшырату қылмыс бойы жүзеге асырған. Атап айтқанда, Шынасыл мен Сакиев адамдар тобы болып, Шота Руставели көшесінің бойында орналасқан қатысушылар жабылып Гайпаев пен Полат тұрып жатқан пайдаланып, Аскертай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев және Ильясовқа қасақана адам өлтіру туралы қылмыс қойылған айтпай, түнгі сағат 01:02 мен 01:04 аралығында уақыт шамасында Шынасыл өзімен алдын ала дайындалып алып келген сары қоңыр түсті ас пышағымен келіп, Гайпаевтың жамбас тұсынан бір рет сұғып алған. Сол сәтте Сакиев тергеумен анықталмаған пышақты Гайпаевтың оң жақ жамбас тұсынан екі рет сұғып, дене жарақаттарын келтірген. Салдарынан Гайпаев сол жерде есінен танып, өмірлік белгілер бермей қозғалыссыз жатып қалған. Оны көрген Шынасыл мен Сакиев өздерінің әрекеттерімен Гайпаевты қазаға ұшыратқандарына көздері жеткен. Алайда Шынасыл және Сакиев адам өлтіру қылмыстарын өздеріне байланысты емес мән-жайлары бойынша ақырына дейін жеткізе алмаған. Сонымен қатар, сол күні сағат 01:02 мен 01:04 аралығында Шота Руставели көшесінің бойында Аскертай, Тоқтаубаев, Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл және Қалихбек Гайпаевты жабылып ұрып жатқан кезде соңғының былғары курткасының төс қалтасынан Samsung-ға 51 маркалы ұялы телефоны жерге түсіп қалған. Осы уақытта Тоқтаубаев азаматта ұрлық, яғни бөтен мүлкін жасырын жұртқы мақсатпен пайда күнен ниетпен даланың қараңғы уақытысын және топ адамдар арасында өзінің әрекетін ешкім байқамай қалатынына көз жеткізіп, Гайпаевтың жоғарыда көрсетілген ұрып соғу салдарынан дене жарақаттарын алып ес-түссіз жатқанын пайдаланып, жоғарыда көрсетілген Гайпаевқа тиесілі құны 220 мың теңге тұратын аталған ұялы телефонды жасырын түрде жыртып кеткен. Өзінің қылмыстық әрекетпен Тоқтаубаев азамат жәбірленуші Гайпаевқа жалпы құны 220 мың теңге материалдық шығын келтірген. Осыдан кейін қылмыс қатысушыларының барлығы Mercedes-Benz автокөлігіне мініп, оқиға болған жерден бой тасалып кеткен. Ал Нұрымов болса, өзінің артына тіркелген Hyundai Sonata маркалы автокөлігіне баласы кәмелетке толмаған Полатты және бауыры Гайпаевты салып, Талғар аудандық орталық ауруханасына жеткізген. Сонымен қатар, оқиға орнында жоғарыда көрсетілген қатысушылар Mercedes-Benz маркалы автокөлікпен бой тасалап кеткен уақытта кәмелет жасқа толмаған Ысқақ, олардың артында Volkswagen Golf маркалы автокөлікпен жалғыз жүріп, Талғар қаласында орналасқан Присемерка дүкенінің қасына келіп, солармен бірге тоқтаған. Сол жерде кәмелетке толмаған Ысқақ Шынасылдың қылмыс қаруы болған ас пышағын шүберекке сүртіп, соны көріп, оның аталған пышақты оқиға орнына жәбірленушіге сұғып, дене жарақат келтіргенін түсініп, сонымен қоса оқиға орнында атылған аңшылық мылтық Mercedes-Benz маркалы автокөлік тұрғанын көрген. Ары қарай Ысқақ ұзақлық тікелей қатысы бар Тоқтаубаев Нұрбол, Тоқтаубаев азамат
Шынасыл және Аскентаймен бірге жоғарыда көрсеткен Volkswagen Golf маркалы автокөлікпен Рысқұлов ауылына дейін барып, сол жерден түсіп, өзім үйіме қайтып кеткен. Келесі күні, яғни 4 қазан 2024 жылы таңертең кәмелетке толмаған Ысқақ әлеуметтік желілерден жоғарыда көрсеткен тамаша дүкеніне қасында орын алған топтық төбелес салдарынан кәмелетке толмаған Болат дене жарақаттарын алып, қаза болғанын естіп, біліп, осы сәтте кәмелетке толмаған Ысқақтан қылмыс туралы хабарлама, яғни аса ауыр қылмыс туралы хабарлама, қылмыс бойы пайда болған. Атап айтқанда, кәмелетке толмаған Ысқақ Болатқа оқиға орнында пышақ сұғып, дене жарақат келтіріп, оны қазаға ұшыратқанына анық көзі жетіп, оның өліміне тікелей қатысы бар күдіктілер туралы мәліметтерді, олардың қолданған қылмыс құралдары туралы ақпараттарды көріп біліп, бірақ күдіктілермен таныс болғандықтан, сонымен қоса осы іске араласпай, шетте тыныш жүре беру ойымен аса ауыр қылмысқа тікелей қатысы бар күдікті туралы мәліметтерді құзырлы орындарға хабарламаған. Осылайша, құрметті сот, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қызметпен анық көрінетін азаматтарға қарсы күш қолдану мен не оны қолдану қатерлік төндіру мен алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып, пышақты қолдану мен сол сияқты барынша арсыздық пен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездік пен бұзушылық әрекеттер жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігінде көрсетілген қылмысты жасаған. Сонымен қатар Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, аса қатыгездік пен бұзақылық ниетпен көрнеу кәмелетке толмаған адамға қатысты жасаған, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігі 5-ші, 9-ші, 14-ші тармақтарында көрсетілген қылмысты жасаған. Бұдан басқа Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы адам өлтіру оқталу, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, екі немесе одан да көп адамды бұзақылық ниетпен адамдар тобы болып жасаған. Яғни қылмыстық кодекстің 24-ші бабы 3-ші бөлігі, 99-ші бабы 2-ші бөлігі 1-7-9 тармақтарында көрсетілген қылмысты жасаған. Сакиев Равиль Магомедович бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қызметпен анық көрінетін азаматтарға қарсы күш қолдану мен не оны қолдану қатерін төндірумен алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып, пышақты қолданумен сол сияқты барынша арсыздық пен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездік пен бұзақылық әрекеттер жасаған. Яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігінде көрсетілген қылмысты жасаған. Сонымен қатар Сакиев Равиль Магомедович адам өлтіруге оқталу, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату, бұзақылық ниетпен адамдар тобы болып жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабы 3-ші бөлігі, 99-ші бабы 2-ші бөлігі 7 мен 9-ші тармақтарында көрсетілген қылмысты жасаған. Ал Белгожаев Шынас Айдосұлы, Аскентай Дархан Байырқанұлы, Ильясов Нұрпияз Төлепбекұлы, Тоқтабаев Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Беркінұлы және Тоқтабаев Азамат Маратбекұлы бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қызметпен анық көрінетін азаматтарға қарсы күш қолдану мен не оны қолдану қатерін төндірумен алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып, пышақтарды және өзге де денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы бағытталған басқа да заттарды қолданумен сол сияқты барынша арсыздық пен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездік пен бұзушылық іс-әрекеттер жасаған. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3-ші бөлігінде көрсетілген қылмысты жасаған. Кәмелетке толмаған Ысқақ Думан Қайдарұлы жасалған анық белгілі аса ауыр қылмыс туралы хабарламаған. Яғни ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 434 бабында көрсетілген қылмысты жасаған. Құрметті сот, мен аяқтадым. Жалғыз мен емес, менің әріптестерім де азаматтық, яғни қылмыстық процесс кодексінің 314-ші басшылыққа ала отырып, сот процестің қылмыстың болған жерін, яғни Қаскелең қаласын, яғни Қаскелеңде Қарасай ауданында қарауды
ауызша қазір айтып отырмын, жазбаша тағы да жолдайтын болады. Сол себептен енді жалғыз мен емес, біріншіден бұл жетісу ауданына келу біріншіден, екіншіден бұл менің әріптестерімізде барлықтарымыз көпшілігі осы қалада тұруына байланысты сот процесін Қарасай аудандық, яғни қылмыстың болған оқиғаны, яғни соттылығы бойынша қарауды сұрайды. Жақсы. Бұл өтініш хат бойынша мен сіздерге былай айтайын. Алматы облысында тергеу изоляторы жоқ. Сотталушылар тергеу изоляторларында отыру қажет. Қазіргі таңда осы нөмірі 71-ші мекемеде тергеу изоляторында күзетпен ұстаулар. Сондықтан Қарасай ауданы сотының ғимаратында сот отырысын өткізу мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан қаулы осы Талдықорған қаласында Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының сот ғимаратында өткізу туралы қаулы өтілді. Енді бұлар қылмыскерлерді қазір соттау емес, ақтап алу процесі болып тұр ғой. Сол үшін айтатын заң ақтап алғысы келсе, босатып жіберем десе, мен қарсы емеспін. Босатып жіберсін. А почему вы отказались от адвоката? Қай адвокаттардан? Айтбек адвокат емес қой. Нет, от адвоката. Мен адвокаттардан бас тартқаным жоқ. Мен бас тартқаным жоқ олардан. Қай жердеміз? Заң жүзінде шешіле ме, шешілмей ме көріп тұрсыздар ғой. Әділ өтетініне мен көзім жетпейді. Неге ондай күмән бар? Тергеуде қандай кемшіліктер кетті деп ойлайсыз? Қандай маңызды дүниелер қаралмай қалды? Маңызды оларды жеке-жеке баппенен сотталайын деп жатыр. Бізге осы нәрсе көңілден шықпайды. Негізі групповой болып бір топ адам ретінде сотталу керек деп ойлаймын. Олар топпен келді, топпен сотталу керек. Жеке-жеке баппен сотталуға бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Олар жеке-жеке келген жоқ, бәрі бір көлікпен келді, бір көлікпен кетті. Дәл сол сияқты қалғандар хулиганство деп жатыр. Екеуі ғана убийствомен кетеді дейді, адам өлтірумен. Оған мен келіспеймін. Шынасында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5-9, 14 тармақтарымен, 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтарымен, 293 бабының 3 бөлігімен, Сакиевті қылмыстық кодексінің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтарымен, 293 бабының 3 бөлігімен, Тоқтаубаевты қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен, 188 бабының 1 бөлігімен, Белгожаев, Аскентай, Ильясов, Тоқтаубаев, Қалиахметті қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен, Ысқақты қылмыстық кодексінің 434 бабымен айыптау туралы қылмыстық істі қарап қаулы етті. Сотталушылар Шынасылды, Сакиевті, Тоқтаубаевты, Белгожаевты, Аскентайды, Ильясовты, Тоқтаубаевты, Қалиахметті, Ысқақты айыптау туралы қылмыстық іс бойынша бас сот талқылауын Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында 2025 жылғы 17 сәуірде 10 сағат 00 минутқа тағайындалсын. Бас сот талқылауы ашық сот мәжілісінде өткізілсін. Сот өндірісі қазақ тілінде жүргізілсін. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Алматы және Жетісу облысы бойынша нөмір 71 мекемесінде күзетпен ұстауда отырған Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белгожаев, Аскентай, Ильясов, Қалиахмет және Ысқақ басты сот талқылауына жеткізілсін. Бас сот талқылауына мемлекеттік айыптаушылар, сотталушылардың қорғаушылары, заңды өкіл, айыптау актісінің тізіміне сәйкес жәбірленушілер, олардың өкілдері куәлар шақыртылсын. Отыруларын сұраймын. Құрметті сотқа қатысушылар, келесі сот отырысы 2025 жылғы 17 сәуірде тағайындалды. Одан Шекет Мирман Қалмаханұлы. Аха, жақсы. Бүгін енді алғашқы тыңдалым өтті. Прокурор енді айыпты оқып шықты бағана. Енді сіздер жалпы кездесіп жәбірленуші тарап не деп жатыр? Айыптау актісінің ішінде керек. Бұл ғана естіп отыр. Қаржабойды алдыңғы тергеу біткен кезде материалдармен таныстырмыз. Сондықтан қазір оның пікірімізді айта алмаймыз. Менің білуімше бір позициямен біз келіспейміз. Оны сотта айтамыз.
қазір айтпаймыз. Қалған айыпталушыға тағылған айыптың біз кесіппіз. Жақсы, енді осы оқиғаның іс материалдарын сіздер де таныстыңыздар ғой, адвокаттар. Неліктен 11 күдіктінің саны 9 сотталушы ғана болып қалды бүгін, және де Былай айтайын, бастапқыда 13 адам болған, оның 2 адамы іске мүлдем қатысы болмағаннан кейін олар күдіктер қатарына шығарылған. Содан кейінгі 2 тағы да қыз, олар жай куә ретінде ғана сұралған. Олар бір активный роль дейді ғой, белсенді роль саққа қатыстары жоқ дегендіктен тек куә ретінде тартылып жауап алынған. енді сіздер кездестіңіздер ме? Біз айыптау актісін, біз басқа адвокаттармыз. Біздің алдымыздағы адвокаттар көмектескен. Алдағы уақытта біз қосымша жауап береміз ол бойынша. Әлі процестер тағайындалды ғой, 17-18. Материалы бойынша қазір ашып ештеме айта алмаймыз. Сіз қазір таныстыңыздар, бізде естіліп отырдық. Жалпы негізі бұл жерде айыпталушы тарап кімдер ғана ауыр қылмыс деп танып отыр? 2 азаматқа, енді қылмыстың бәрі ауыр ғой. 2 азаматқа қазір Шынасыл Абзал мен Сакиев Равилге айып тағылып отыр. Қалғандарына бұзақылық бабымен. Яғни бұлай болып еніп кетсе, ертең қалған кетсе не болады? Қалай? Бұлай болып кетсе не болады, сонда қалғандары бұзақылықпен ғана шығып кетіп олар жаза шегеді? Енді мемлекеттік айыптаушының берген айыптау актісі солай. Ол іс материалдарымен үйлеседі деп ойлаймыз. Бізде өзім мысалы жәбірленуші тараптар оның кеспейміз. Бірақ бұл мемлекеттік айыптаудың айыптау актісі. Можете просто объяснить по-русски? Жоқ, қазақша айтамын, орысша. Жәбірленуші тараптың басты шетел сұрайтыны қандай талап? Жәбірленуші тараптың адвокаттардан сіздерден сұрайтыны қандай талап? Негізгі, ең басты не сұрайды? Жәбірленушілердің сұрайтыны тек әділдік сот. Одан басқа ештеме сұрамайды. Енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бір үйде 2 қаза болу, көңіл күйде түсіп кеткен, күйзеліске ұшырап кеткен. Біз бұл азаматтардың болашақта ертерек шартты жазаға ауысып кетпеу үшін тағы да бір талап қоямыз, оны келесі сотта жариялайтын боламыз. Жақсы, енді таратып шықты, енді оны мәжбүр етіп жатыр. Сондайда енді шықты ғой, осы қылмыстан кейін қаржыбай Денисовтың өліміне қатысты марқұм. Енді бұл істі кейін қосу мүмкін бе сотқа, әлде қарастыру мүмкін бе? Жоқ, ол бөлек іс материал болып басқа жақта қаралған, ол бойынша қазір ақпарат бермейміз, ол тек танысу ғана болды бізге. Тек сол қамажай дүкенінің алдында болған оқиғаға? Осы 9 күдіктіге қатысты және 3 жәбірленуші қазіргі таңда 4 жәбірленуші соған қатысты ғана қаралады. Қарасай ауданында өтеді деп өтініш білдірілді. Біз ол өтінішті тағы да береміз, себебі өте бізге жәбірленушілерге де басқаларға да өте ыңғайсыз. Негізі Конституция 77 бабының 3 бөлігі 3 тармағы және қылмыстық процесстік кодекстің 314 бабына сәйкес соттылықты ешкім өзгертуге құқығы емес. Сондықтан біз ол өтінішті тағы да түсіреміз. Сотталушылардың адвокаттары соттың шығарған қаулысын шағым келтіреміз деп отыр. Яғни ол біздің ойымша, пікірімше Қарасай аудандық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған аудандық сотында қаралуға жатады. Яғни Талдықорған алыс бір алыс көрсетесіз. Жәбірленушінің өздері мысалға қан қысымы бар. Ондай қайғыдан кейін әрең өздері соғыр шынысы. Мүмкін сотқа қатысушылардың бәрінің тілегі сол жақта өтсе екен. Ол мысалға күдіктілерді жеткізу басқа қиынды жағдай, ол біздің мәселе емес болу керек. Сондықтан біз ол шығарты тағы да сұрамыз. Неше адвокатсыздар жалпы жәбірленуші тарапта? Жәбірленуші тарапынан қазіргі таңда 7. 7 адвокатсыздар. Ал ар жақта қанша мен 9 адамдай отырды. Сіздер өз 62 тонның барлығын танысып үлгердіңіздер ме? Таныстық. Күдіктілерге айыпталушыларға кірмей қалған адамдар жоқ па сіздерді? Қалай сүймек кірмей қалған? Барлық адамдар бастапқыда 13 адам еттім ғой. Сол жерде қатысты болған адамдардың бәрі сол қылмыстық айысының арасында жауап алынған. Содан кейін құқық қорғау органы өзінің бағасын берген әрқайсысына. Біреуіне куә ретінде, біреуге қорғауға құқығы бар куә ретінде саралап, біреулерге күдікті ретінде осы сотқа жеткізілген. Қылмыстық объективті жан-жақты жүрген осы Нұрымовтардың адвокаты бұрынғы адвокаттары іспен толық таныстырмағанын айтты. Айыптау актісінің өзін Қаржаубай жаңа ғана естіді деді. Осы соңғы келген қосымша адвокаттар
қалай келді сол туралы айтты? Ол қалай басталды? Ең басында өздеріңіз білетіндей Нұрғанаттың өлімінен кейін отбасы мүшелері қамауға алынған болатын. Сол кездегі ескі адвокаттар бұл істе Бақытханның депортация бойынша ісін және де Айғазының ісін қолға алмайтынын жеткізген болатын. Түннің ортасында Перизат хан өзі іздейді, қорғаушылар. Сол Мейірман Шүкеев ағамыз басынан бастап осы іске атсалысуға тырысқан. Мейірман ағамыз бен Жандос Палман сол кезден бастап осы іске өзінің үлесін қосып көмектесе бастаған. Бірақ уақыт өте келе ол адвокаттарды іске қосуды отбасы ойластырған болатын. Бірақ ескі адвокаттардан бас тартпауды ойлаған, қосымша күш ретінде. Бірақ пресс-конференция жасалғаннан кейін солардың тарапынан түсінік. Сол уақытта мысалы Мейірман ағалар іске араласам деген кезде олар осы істі қолына алғысы келген, көргісі келген. Отбасы мүшелері көргісі келген. Бірақ оларға бермегендіктен жаңа адвокаттардың келгеніне отбасы қазір өте қатты қуанышты. Енді бір дүние бұрынғы адвокаттардың іспен толық қоғамды да жәбірленуші тарапты да таныстырмағаны себеп болды деп айтылып жатыр. Ал мына адвокаттар барлығын ашық қойыла ма? Әрине, бұл адвокаттар сеніміміз көп. Себебі олар басынан бастап Бақытханның депортация мәселесін қорықпай алды, мысалға. Сондықтан да осы адвокаттар аяғына дейін жеткізетініне мен сендім. Сосын енді қазір жаңаректе сот процесі аяқтағаннан кейін Қаржаубаймен сөйлесіп үлгермеймін, білмеймін, дей тұрғанмен біреуін сұрай салайыншы. Айыптау актісіне Қаржаубай жәбірленуші тарап келісе ме? Келіспейтін жерлері бар. Оны келесі отырыста айтамыз. Мен жеке келіспейтінім мысалы бұзақылық. Бұл жерде бәріміз видеода көрдік, бұзақылық болатын нәрсе емес. Бұзақылық деген бір нәрсені теуіп жіберу, бір нәрсені итеріп жіберу болса, сол жердегі бәлкім бір адам сол жерде болмаған кезде бәлкім шерзат тірі болатын еді. Сондықтан мен жеке пікірім өлтіру бабы бойынша барлығы жауапқа тартылуы керек деп есептеймін.